Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен сигара бүйрек жасаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай бүйректер өте қытырлақ және дәмді болып шығады. Жасалу жолы өте қарапайым және өте тез дайындалады. Бүйректерді таңғы асқа немесе асығыс уақыттарыңызда жасасаңыздар, уақыт үнемдейсіз әрі дәмді тамақтанасыз. Бізге осындай лаваштар, яғни жұқпалар қажет. Үлкендеу болғаны жақсы, өйткені біз оны ораймыз. Осылай ұзынша үш бұрыштап барлығын кесіп аламыз. Неге барлығын кесіп алдық, енді салмасын дайындаймыз. Бүгін ірімшік саламын, оның орнына пісірілген картоп, фарш немесе аскөк салсаңыздар да болады. Неге салманың барлығын дайындап алдық, енді бір-бірлеп аз-аздан ірімшікті ішіне салып шығамыз. Шетін ішке қарай, сонан соң ұзыншалап трубочка етіп ораймыз. Ұшына барған кезде сумен жағамыз, сонда әдемі болып жабысып қалады. Келесісін ораймыз, салмасын саламыз, жаңағы айтқанымдай ішке қарата орап шығамыз. Барлығын орап салған маңызды, өйткені начинка шығып кетуі мүмкін. Солай тоңазытқышқа қатырып, сосын пайдалана берсеңіздер де болады. Енді табаға аздап май құйып, бүйректерімізді екіге бөліп, барлығын пісіріп аламыз. Бір жағы қызарған соң, екінші жағын қызартып пісіреміз. Өте тез дайын болады. Барлығын видеода көрсетілгендей жасасаңыздар болғаны. Майлы болып кетпейді. Қағаз майлыққа піскен соң осылай алып қоямыз. Келесісін алып, барлығын осылай пісіріп аламыз. Ал осымен біздің тез арада бүйректеріміз пісіп шығады. Аз болсын, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ұнаса лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Салтанат. Қош сау болыңыздар.